Әдемі әуезді азаншы 3-ші республикалық азаншылар сайысы Ақтөбеде алғаш рет ұйымдастырылды. Сайысқа 19 үміткер қатысты, 3-і өңірімізден. Сайысты 1-ші, 2-ші республикалық азаншылар жарысының жеңімпазы Маңғыстау облыстық орталық мешітінің азаншысы Әли Қазақ Құран оқып ашты. Сайысқа азаншылар еліміздің барлық өңірінен келген, ең жасы 24, ең үлкені 45 жаста. Жарыста Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бөлім меңгерушісі Алтынбек Қажы Отысханұлы, Қауам Ад-Дин Әл-Итқани Әл-Фараби Ат-Түркістан республикалық қарилар дайындау орталығының директоры Сәдуақас Қари Олжабай, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Ақтөбе облысы бойынша өкіл имамы Төлебей Қажы Оспан, 1-ші, 2-ші республикалық азаншылар жарысының жеңімпазы Әли Қари Қазақ және жігіттер квартетінің солисі Айдар Тұрғанбек төрелік етті. Қатысушыларға қойылатын талаптар жоғары. Бұл енді азан деген мұсылман жұртшылығын намазға шақыратын діни бір рәміз. Сол себепті осының шариғат талабына айтуын жүзеге асыру. Сосын бұл діни қызмет болған үшін сол азан шақыратын адам соған сай адам болу. Яғни намаз оқымайтын адам, немесе бір жаңағы өз діннен алшақ адам әдемі айтқан үшін ол азан айтып кетіп. Әрине оған ешкімнің қарсылығы жоқ, бірақ діни қызмет ретінде, діни рәсім ретінде бұны азаншы жауапкершілік мойнына алғаннан кейін діни қызметкер ретінде болған қарауы, діни қызметті атқарып жатырмын деп қарауы. Шыңғыс Сәдуов сайыскерлердің ең жасы, Қызылорда облысының орталық мешітінде ұстаз. Жас қари мектеп жасынан азан айтып үйренген. 2014 жылы Алматы қаласында өткен азаншылар сайысына қатысқан. Азаншыларға қойылған талаптар өте қатаң. Оның біріншісі, мысалға ешқандай қателік болмау керек, оның әдептерін баршасын үйрену керек, әдептерін баршасын білу керек. Және де ең маңыздысы, өз мешітіңізде қалай азанды шақырып жүрсіз, солай өзіңізді емін-еркін ұстап, барша әдептерін, барша тәртіптерін орындау керек. Азаншы діни қызметкер, мешіттерде ол үшін арнайы штат қарастырылған. Еліміздегі Нұр Мүбәрак университеті мен медреселерде мамандар даярлау кезінде азаншылар анықталады. Ал бүгінгідей сайыстар азаншылардың шыңдалуына, тәжірибе жинауына себеп. Жарысқа қатысушылар арасында 8 кәсіби азаншы бар, қалғандары бас имам, наиб имамдар. Жүлде қоры 3 миллион теңге, бас жүлдеге 1 миллион теңге берілсе, екінші орынға ие болған сайыскер кіші қажылыққа жолдамалады. Үшінші орын иегеріне берілетін сыйақы құны 300 мың теңге. Қатысушылардың әрқайсына демеушілердің көмегімен 50 мың теңге беріледі. Республикалық дода бұған дейін Алматы, Астана қалаларында өтті. Әсел Салимова, Жасан Жұбай, тәулік.